Сәлеметсіздер ме, балалар? Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданы Байқадам жалпы білім беретін мектептің қазақ тіл пәнінің мұғалімі Нұрғалиева Лаура Айгалиевна. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз судың да сұрауы бар атты тақырыпта болмақ. Яғни алдарыңызда тұрғандай, әртүрлі құтыда құйылған суды көріп отырсыздар. Осы құтыдағы су әлем өзекті мәселе, яғни бүгінгі сабағымызда талқыланатын мәселе осы тұщы су болмақ. Алдарыңызда тұрғандай, су көлемі картада ұсынылып отыр. Әлемдік карта, Қазақстан Республикасының картасы. Міне, осы бүгінгі өзекті мәселені бүгін талқылаймыз. Яғни, қазір жаңа сабағымызды мына бейне таспаға назар аударуларыңызды сұраймын. Сәлем Байқадам мектебінің оқушылары. Менің есімім Жансая. Бүгін мен сендерге су туралы біраз ақпарат беретін боламын. Мұқият тыңдап, Лаура мұғалімдеріңнің берген тапсырмасын орындап отырыңдар. Су тіршіліктің негізі. Су біздің өміріміздегі ең маңызды заттардың бірі болып табылады. Ол барлық тірі организмдердің, соның ішінде адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің өмір сүруі үшін аса қажет. Су болмаса, жер бетінде ешқандай өмір болмас еді. Су қай жерде кездеседі? Ол өзендерде, көлдерде, теңіздерде, мұхиттарда және жер астында орналасқан. Әлемдегі барлық судың 97% теңіздер мен мұхиттарда, ал тек 3% ғана тұщы суда. Тұщы судың көп бөлігі мұздықтарда, ал қалғаны өзендер мен көлдерде. Судың бірнеше маңызды қасиеті бар. Ол түссіз, дәмсіз және иіссіз. Су жиналып буға айналуы, ал сосын қайтадан конденсацияланып сұйық күйге оралуы мүмкін. Бұл процесс табиғатта судың айналымын қамтамасыз етеді. Жаңбыр жауған кезде су жерге түседі, сосын ол өзендер мен көлдерге ағып қайтадан буланып аспанға көтеріледі. Ал сендер білесіңдер ме, сулардың ішінде мұздықтар 68,7%, жер асты сулары 30,1%, ал өзен көлдеріне бәрі 1,2% болып табылады. Ал адамзат суды ауыл шаруашылығында 70%, өнеркәсіпте 20%, тұрмыстық өмірде 10% қолданады екен. Су сонымен қатар күнделікті өмірімізде де маңызды рөл атқарады. Біз суды ішеміз, тамақ дайындауда қолданамыз, жуынуда, жуындыруда және тағы да басқа көптеген іс-шараларда пайдаланамыз. Бірақ өкінішке орай адамдардың су ресурстарына немқұрайлы қарауы судың ластануына әкеліп жатыр. Ластанған су біздің денсаулығымызға зиян тигізеді. Сондықтан да суды үнемдеу және оны қорғау біздің міндетіміз. Біз суды ысырапсыз пайдаланып, табиғатымызды қорғауға көмектесуге тиіспіз. Есімізде болсын, судың да сұрауы бар. Рахмет. Енді бүгінгі сабақта нені біз меңгеруіміз керек? Яғни сабағымыздың мақсаты қандай? Су тақырыбы бойынша мәтіннің негізгі және қосымша детальді ақпараттарын анықтап, деректер жинақтауды, графиктік мәтін, яғни диаграмма, кесте, сызба түрінде құрастыруымыз керек. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдануды меңгереміз. Алдарыңызда бірінші тапсырма, яғни жұптық жұмыс. Мәтінді оқи отырып, ақпараттарды анықтауымыз керек. Дескриптор мынадай: мәтінді түсінеміз, негізгі, қосымша, детальді ақпараттарды анықтаймыз, сұрақтарға жауап береміз. Ал кеттік. Ықтимал жауаптарыңыз мынадай болмақ. Яғни мен сіздерге қазір мәтінмен жаңағы алған білімдеріңізді осы көрсетіліп отырғандай ақпараттарды анықтайды деген ойдамын. Адам ағзасының 60-70 судан тұрады. Бұл бізде қандай ақпарат деп ойлаймыз? Яғни адам ағзасының бұл, яғни детальді ақпарат. Келесі, су ресурстарын үнемдеу. Бұл бізде қандай ақпарат?
су ресурстарын үнемдеу. Яғни ол бізде детальды ақпарат болуы мүмкін, иә. Су табиғатта айналымда болады дейді. Су табиғатта айналымда болады. Бұл бізде қандай ақпарат? Бұл бізде негізгі ақпарат, иә. Суды өсімдіктер мен жануарлар пайдаланады. Яғни бұл бізде қосымша ақпарат болуы тиіс. Түссіз, иіссіз, дәмсіз деп тұр. Бұл бізде қандай екен? Бұл бізде қосымша ақпарат екен. Әлемде тұщы су, яғни неше пайыз? 3%. Енді жауабымызды тексере кетейік. Міне, көріп отырғандағыдай жауаптарыңыз өте дұрыс. Жақсы. Енді келесі тапсырма. Яғни бізде екінші тапсырма, топтық жұмыс. Су тіршілік көзі тақырыбы бойынша деректерді жинақтап отырып, графиктік мәтін құруымыз керек. Диаграмма болуы мүмкін, кесте болуы мүмкін, сызба болуы мүмкін. Ал дескриптор, яғни бізде мынадай, су тіршілік көзі тақырыбына қатысты ақпараттар жинауымыз керек. Жиналған ақпараттарды топтастырамыз. Яғни ақпараттар бізде графиктік мәтін, яғни диаграмма, немесе кесте, немесе сызба түрінде болу керек. Яғни осыларды біз құрастыруымыз керек. Бұл сіздерден алатын ықтимал жауаптарымыз. Осылай болады деген сенімдемін. Мынау бағана диаграммасы. Яғни ақпараттарды сіздер осылай ұсынуыңыз мүмкін, иә? Ауыл шаруашылығында неше пайыз, өнеркәсіпте неше пайыз, тұрмыстық қажеттілікте неше пайыз. Бұл бізде бағана диаграммасын осылай ұсынылады деген ойдамын. Келесі кесте түрінде де көрсетулеріңізге болады. Міне, бұл кесте түрінде жаңағы бағана болса, мынау кесте. Ауыл шаруашылығы 70%, яғни пайыздық үлесі, өнеркәсіп 20%, тұрмыстық қажеттілік 10%. Жақсы. Рахмет. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Яғни саралау тапсырмалары. Бірінші саралауда мен жоғарыда берілген мәтінді мұқият оқып, мәтіннен алған ақпараттарыңызға сүйене отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Яғни су не үшін қажет, су қай жерлерде кездеседі, судың қандай маңызды қасиеттері бар, су ресурстарына немқұрайлы қарау неге әкеледі, судың үнемдеудің маңыздылығы туралы не ойлайсың? Яғни дескриптор алдарыңызда тұр. Келесі. В деңгейі. Берілген мәтіннен судың пайдалы және зиянды жақтарын есімдіктерді пайдалана отырып, кестені толтыруымыз керек. Кестенің бірінші бағанасына судың пайдалы жақтарын, екінші бағанына зиянды жақтарын жазамыз. Дескриптор алдарыңызда мәтіннен судың пайдалы және зиянды жақтарын анықтайды. Кестені есімдіктерді пайдалана отырып толтырылады. Мынау енді үшінші деңгей, мәтін беріледі. Сол мәтіннен сіздер есімдіктің қызметін түсініп, есімдік зат есім, сын есім орнына қолданылып отырған кестені толтыруымыз керек. Негізгі, яғни дескрипторларыңыз. Міне, әр деңгейдегі, әр кезеңдегі балалардың дескрипторлары не қарап отырып тапсырма орындау шарт. Ықтимал жауаптарыңыз мынадай болады дегенге сенімдімін. Яғни су не үшін қажет, су қай жерлерде кездеседі, судың қандай маңызды қасиеттері бар, су ресурстарына немқұрайлы қарау неге әкеледі. Яғни осы сұрақтарға жауап ізденеді деп ойлаймын. Енді келесі судың пайдалы жақтары. Яғни су тіршілік көзі, барлық тірі ағзаларға қажет. Өсімдіктер мен жануарлардың өсуіне көмектеседі, ауыл шаруашылығы мен өндірісте кеңінен пайдаланады, адамдардың жеке гигиенасы мен тазалық үшін маңызды, климатты реттеуге көмектеседі деген судың пайдалы жақтарын тізбектеп жазып береді деген ойдамын. Судың зиянды жақтары, яғни су тасқындары мен селдер табиғатқа және адамдарға зиян келтіреді. Ластанған су адамдар мен жануарлардың денсаулығына қауіп төндіреді. Артық су топырақты шайып, оның құнарлығын төмендетеді. Су қоймаларында шамадан тыс су жиналса, бөгет жарылып, апаттарға әкелуі мүмкін. Мұздықтардың еруі теңіз деңгейінің көтерілуіне әкеледі. Міне, судың екі жақты, яғни пайдалы және зиянды жақтары. Енді келесі біздің
деңгейіміздегі, яғни сөйлемдер мәтіннен алынған, сол сөйлемнің ішіндегі есімдіктерді анықтаймыз. Мысалы, мына сөйлем. Ол бүкіл тіршілік иелерінің өмір сүруіне қажетті. Яғни бұл жерде есімдік ол бастауыш қызметінде тұр, Қолданылған орны зат есім, сын есім орнына, су зат есім орнына. Жақсы. Келесі, оның табиғаттағы айналымы үздіксіз жүреді. Оның есімдік ілік септігінде тұр, су зат есімнің орнында тұр. Келесі, бұл табиғи тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұл есімдік бастауыш қызметінде тұр. Бұл үдеріс, яғни зат есімнің орнында тұр деген жауап береді деген үміттемін. Енді сабағымыздың соңында рефлексия кезеңіне жеттік. Ойды аяқта әдісі. Оқушылар бөліктер тапсырмады аяқтайды. Яғни мына сөйлемдерді аяқтау арқылы бүгінгі сабақтан алған білімімізді не істейміз? Саралаймыз. Бүгін мен нені білдім? Қиындық туды ма? Қандай қиындықтар туды? Мен не үйрендім? Және менің қолымнан не келді? Осының барлығын біз тізбектеп отырып, рефлексияда ойымызды аяқтаймыз. Яғни сіздер бүгінгі сабақта нені меңгердіңіздер? Міне, сабағымыз алғашқы кезде айтылған мақсатымызға қол жеткіздік пе? Сол мақсаттарды еске ала отырып, өз ойымызды аяқтаймыз. Яғни бүгін біз су тақырыбында алған білімдеріміз өте орасан зор. Біз нені білдік? Су ресурстарын үнемдеуіміз керек. Су табиғатта айналымда болады екенін білдік. Әлемде тұщы су, яғни ауыз су 3% екенін біз білдік. Суды өсімдіктер мен жануарлар пайдаланатынын білдік. Содан кейін судың қосымша ақпарат деп жаңа тауып кеткендегідей түссіз, иіссіз, дәмсіз болатынын сездік. Детальді ақпараттар, яғни адам ағзасының 60-70 судан тұратынын білдік. Осымен біз қандай ойға келдік? Яғни нені түйіндедік? Судың да сұрауы бар екенін. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Рахмет.